Демек бұл суретте біз фотофильтр, яғни сурет фильтрімен жұмыс істейтін боламыз. Бізде бір суретті үш көшірмесін жасап алайық алдын ала. Және де кескен, коррекция және де фотофильтр, яғни сурет фильтрі деген команданы орындаймыз. Және де бұл жерде ашылған диалогтық терезеде бізде фотофильтр, яғни сурет фильтрінің қасиеттерін ашып береді. Фотофильтр негізінен стандартты бірнеше нелерден тұрады, яғни ыстық, жылы фильтрлер, суық фильтрлер және сол сияқты қызыл, сары, көк, жасыл деген сияқты әртүрлі фильтрлерден тұрады. Мысалға біз қазір мына суретімізге жылы фильтрді қоятын болсақ, мынандай неге қалыпқа келеді. Және де оның фильтрдің қанықтылығын былайша жоғарылатуымызға болады. Көріп тұрғаныңыздай біздің суретіміз өзгеше жылылыққа қол жеткізуге болады екен осылайша. Келесі суретімізге біз суық фильтрді дәл сол команда арқылы суық фильтр беріп көрейік. Бұл жерде холодный фильтр. Және де оның да несін сәл жоғарылатайық, қанықтылығын былайша. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау бізде өзгертілмеген қалыпты суретіміз, ал мына жерде суық фильтр қолданылған, яғни суретке суықтылық береді. Ал мына жерде жылы фильтр қолданылды. Енді мына суретімізге біз басқа нелерді, фильтрларды, сурет фильтрларын қолданып көрейік. Бұл жерде фильтр терезесінде жаңа стандартты фильтрлерді қолдануға болады. Яғни жаңағы нелерді жасыл, сары деген сияқты. Мына суретке назар аударып тұрыңыздар. Бұл жерде өзгеріп жатыр. Жасыл неге ауысты қазір фильтрге. Мына жерде көгілдір неге фильтрге ауысты. Мына жерде көк фильтр. Сол сияқты әртүрлі түстерге ауысып, фильтрді әртүрлі неге ауысуымыз болады екен. Және де фильтр емес, жай ғана түс арқылы фильтрлеуге де болады екен. Түсті таңдап, және де мына түстің белгісіне бір рет шертсеңіз, бізде түстің диалогтық терезесі ашылады. Осы жерден өзіңізге қажетті болған түсті таңдап, мысалға мынандай бір қызыл түсті таңдайтын болсақ, біздің суретіміз сондай бір қызыл неге енеді екен. Ал біз сәл сарғыштау түсті таңдайық. Және де несін сәл төмендетейік. Мынандай бір нәтижеге қол жеткізуге болады екен фотофильтрдің көмегімен.